Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бүгін плов жасайтын боламыз, өте оңай. Бұрын соңды істеп көрмеген болсаңыз, осы әдіспен істесеңіз, әдемі шығады. Ол үшін қазанымызды қыздырып алып, осылай майымызды құйып, көз мөлшерінде немесе 1-1,5 шөміштің көлеміне қарай май құясыз. Және пиязыңызды көп қылып турағаныңыз жақсы. Жақсылап пиязды қуырып алып, етіңізді де кесіп дайындадым. Бұл жерде біреулер бүтіндей салады. Осылай пловыңыз әдемі шықсын, қып-қызыл болсын десеңіз, пиязыңызды қызыл қылып қуырасыз. Қатты күйіп кетпеу керек етпен бірге. Және тәтті болсын десеңіз, морковты да көп қылып тураған абзал. Бізде үйде морковты ешкім жемейді, сондықтан аз салдым мен. Осылай морковыңызды жақсылап қуырып алып, тұзын салып, кей адамдар тұзын су қайнап жатқан кезде салады, кей біреулері қуырып жатқан кезде салады. Солай қайнаған су құйып, 1,5 сағатқа бұқтырып қоямыз. Және күрішімізді жақсылап жуып алып, еті пісті деген кезде күрішімізді салып, бірден қатты бір қайнатып аламыз. Күрішті мен алдын ала ыстық суға бұқтырып аламын, тез пісу үшін. Жақсылап бір қайнатып аламыз, сосын бұқтырып қоямыз. Жақсылап қайнаған соң күрішімізді ортаға үйіп, астын аударып тастамаймыз, үстінен пленкамен тағы да 5 минутқа бұқтырып қоясыздар. Осы әдіспен істеп көріңіздер, бір істегеннен пловтарыңыз өте әдемі болады. Ас болсын.